Сәлем қыздар, келе жатқан мерекелеріңізбен. Дастарханның сәнін де, дәмін де келдіретін мынау Цезарь салаты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ең оңай жасалатын салат. Бұған мінекей пекин капустасы керек. Пекин капустасының орнына салат жапырағы немесе айсберг капустасында қоссаңыз болады. Өз қалауыңыз бойынша қыздар. Мінекей пекин капустасы, одан кейін тауықтың төс еті. Мен оны духовкаға пісірдім, қыздар. Одан кейін оған керек мінекей тауықтың 2 жұмыртқасы, сыр керек, черри керек, және кириешки керек. Ал соусына не керек? Соусына майонез керек, лимонның согы керек, мынау горчица керек, зернистая горчица, және кішкентай чеснок керек, жарты чеснок, оливковое масло, зәйтүн майы керек. Жай әншейін шемішкенің майында қоссаңыздар болады, қыздар. Енді ең алдымен соусын жасап алайық біз. Мінекей мен жарты чесногымды алып, согын шығарып, мұжып алдымдағы, одан кейін оны ұсақтап тұрып турадым, қыздар. Одан кейін оның жартысын ғана мына майонездің үстіне салдым, қыздар. Чеснок көп кетпесін. Содан кейін мына лимонның согын сықтым. Оның майонез, чеснок, лимонның согы, қыздар. Содан кейін мынау горчица. Горчица, егер әдеттегі горчица болса, онда аз ғана салыңыздар. Мынадан кішкене көбірек салсаңыздар болады. Бұл аса қатты, ашты емес. Зернистая горчица. Сәл-пәл қант септің, қыздар. Енді, оливковое масло еще. Зәйтүн майынан кішкентай қасықпен бір қасықтай ғана құйдым. Жақсылап тұрып араластырамыз, қыздар. Бір-бірімен достасын. Бірінің дәмі біріне сіңсін. Өтті дәмді соус, қыздар, өздеріңіз жасап көріңіздер, көздеріңіз жетеді сол кезде. Мінекей соусын дайындап алдық. Соусы сәл-пәл тұра тұрсын. Енді салаттың өзіне кірісеміз. Міне мынандай бір ыдысқа мен пекин капустасын алып, тек қана жұмсақ жерін турадым. Капустаның ұшын ғана турадым, мінекей. Оны алдымдағы мынандай 4 бұрышты етіп турап алдым, ең алдымен. Мені көрініп тұр ғой сіздерге. Бұл ұшын ғана турап жатырмын. Одан кейін бір-бірінен ажыратамыз, мінекей, осылай өздеріңіз көріп тұрғандай. Ал егер жапырағынан тағы да қосам десеңіздер, мінекей жапырағын өстіп алып алыңыздардағы, оның тек жұмсақ жерін кесіп алыңыздар. Міне тура осылай. Ал мына қатты жері босқа қалады деп қорықпаңыздар, бұдан қатқан лағман шығады. Ол лағманға мінекей жұмсақ жерін алып өстіп 4 бұрышты турап алдым. Енді тауықтың төс еті. Мінекей, оны осылай жапырақтап тураймыз. Қыздар, бұл тауықтың төс етін мен мариновать еткенде тұз, бұрыш, чеснок, паприка. Болды. Осылармен ғана. Сосын сәл-пәл шемішкенің майын құйып жібердім. Ол шамамен бір жарты сағаттай мариновкада тұрды. Жарты сағаттан кейін 180 градусқа 35 минутқа духовкаға салып алдым. Мүмкін сіз ұзағырақ саларсыз духовкаға, мүмкін ұзақ емес саларсыз. Ол енді пешке байланысты. Мүмкін оның градусын азайтарсыз, мүмкін көбейтерсіз. Енді өзіңіз көріп жатасыз оны. Әркімнің пеші әртүрлі. Вот, 180 градусқа салдым мен. 35 минутқа. Міне, енді жұмыртқа. Жұмыртқаны ортасынан осылай 2 бөлдім. Әр бөлігін 4-ке бөлдім. Сонда бір жұмыртқадан 8 бөлік шықты. Көрдіңіздер ме? Міне. Негізі бөдененің жұмыртқасын салады, бірақ екеуінің дәмінде аса қатты айырмашылық жоқ. Одан кейін черри помидорды тура тең ортасынан 2-ге бөлдім. Менде шамамен 7-8 помидор. Мінекей, барлығын дайындап алдық. Ал енді сыр. Сырды қыздар ең қатты сыр, пармезан. Пармезан сырын терканың ұсағынан өткіземіз. Басынан бастап бұлай ұзыннан өткізсеңіздер, сонда ол ұзын-ұзын болып шығады. Міне мынандай өте әдемі болып шықты. Пармезан сыр, қыздар, қатты сыр. Твердый сыр дейді ғой орыстар. Енді бастаймыз. Мінекей, капустамызға жаңағы соусымызды салдық. Жақсылап тұрып араластырамыз.
Қыздар, қатты қыспаңыздар. Жай ғана араластырыңыздар. Қатты қыссаңыздар, ол мұжырайып қалады. Енді тарелкаға үйіп тұрып саламыз. Жаңағы немізді воздушный болсын, қыздар. Мінекей, пекин капустасын салдым, соуспен араласқан капустаны. Міне осылай тауықты қойып шығамыз үстіне. Бетін жауып шығамыз осы тауықпенен. Тауықта өте әдемі болып, дәмді болып шықты, қыздар. Өте дәмді салат. Қайта-қайта заказ беретін, осыны ресторандарда қайта-қайта осыны заказ бере береді. Мінекей осылай жауып шығамыз. Енді помидорды қойып шығамыз үстінен. Міне көрініп тұр ғой сіздерге. Енді оның үстінен кириешки, багет дейді ғой, багет. Осындай кириешкиді үстінен тағы жайып шықтым осылай қылып. Енді одноразовый кондитерский мешок бар ғой, соның ішіне майонезді құйып, осылай майонезный сетка жасап шықтым. Жаңағы соусты істесеңіздер де болады, бірақ оның ішінде несі жаңа майонездің сеткіден өтпей қалады. Майонезді қоя беріңіздер. Оның үстінен жұмыртқамен жауып шығамыз, қыздар, оның үстінен. Түкте қиындығы жоқ, қыздар. Оңай салат, өте оңай. Әрі өте дәмді салат, қыздар. Қанша жылдан бері хит болып келе жатқан салат, Цезарь салаты. Оның үстінен тағы да майонездің сеткі жасадым, көрдіңіздер ғой. Енді оның үстінен мұна сырмен жауып шығам. Қыздар, арнаға жазылып, кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетіңіздер. Мінекей, салатымыз дайын. Бар жиыны бір 4-5 минуттың ішінде жасалып шығатын салат, қыздар. Барлықтарын пісіріп алсаңыздар болды. Давай, пока, қыздар, пока.